өзі барлығымыз білеміз ғой, қазір барлық сауатты ғой. Біз тек қана естігенімізді, білгенімізді тағы да бір еске салу үшін ғана айтып жатырмыз. Соның бірі Пайғамбар саллаллаху айтқан хадис бар. Екі түрлі нығмет бар. Оны адамдардың көбісі қадірін білмейді. Ол біреу денсаулық, екіншісі бос уақыт дейді. Бос уақыт. Енді өз басымнан өткен нәрсені айтайын. Осы хадиске байланысты. Менің аяғым ісіп кете береді. Қайта-қайта бірден ісіп кете салады. Болды, неден болатынын білмеймін. Былай тексертем, шықпаған, сынбаған, балдақ ұстап қала берем. Екі балдақпен жүрем. Содан сөйтіп жүрген кезде осы Шымкенттегі бір Жандос, Абдықайым деген аға інілерім бар. Солар аға жүріңіз Ташкентке деді. Ай, шай жоқ, екеуі Ташкентке алып та кетті. Сөйтіп Ташкентте Еркін деген профессор бар екен. Ташкентте 19-ші больница деген бар екен. Менен жақсы білмеймін, ана кісілер біледі. Деген профессор бар. Оны біздің Қазақстанда Алматының дәрігерлері сол кісімен ақылдасып отырады екен. Қазақ кісі екен да, өте білімді кісі деді. Содан барсақ өзінде отыр екен. Кіргізді да бірден аяғымды былай салды, олай салды, былай салды да, өздерінің үлкен аппараттары бар екен. Әбден салды да, сынғанда, шыққанда еш нәрсе жоқ деді. Сөйтті де айтты, кола ішесіз ба деді. Ойбай, кола деген біздің жастығымыздың басында тұрады ғой. Холодильникте тұрады, машинада тұрады. Өйткені имам деген таңнан кешке дейін тамақтың ішінде жүресің ғой біз. Бізде басқа жұмыс жоқ сияқты негізі, көп адамдар сөйтіп ойлайды енді. Бірақ өткенде бір жігітті қасыма ертіп алдым. Таңның ертеңінен кешке дейін ертіп алдым. Сөйтем кешке қарай айтты ғой. Біз сіздерді басқаша ойлаушы едік. Не деген үйлерге кіріп шықтық. Біреу жылап жатыр, біреу ажырасып жатыр, біреу үйленіп жатыр, біреу туылып жатыр, біреу қырқылып жатыр деген сияқты неше түрлі оқиғалардың ішіне кіріп шықты ғой. Бір күнде неше түрлі оқиға. Біз енді бір неміз ғой, қаншама жерді аралап шығамыз ғой бір күнде. Содан кола ішесіз ба деді. Иә дедім. Өйткені көп тамақ ішіп қоямыз, шынында да тамақтың несін біз өзіміз айтқанмен онша білмейміз қандай. Мерасын андай. Сөйтіп коланы соң қортат деп ше берем. Сонда ана кісі айтты. Сіздікі мынау коладан болып тұр қазір аяғыңыз деді. Неге дебем? Мына айран іштік қой қазір, иә? Қандай керемет, айран деген. Өзі осындай кезде ішпесең, ата күніге іше бермейміз ғой. Айран ішіп, құрт жеп, сүт ішіп, адам не жинайды деді денеге? Кальций жинайды деді. Олар денеге кальций береді деді. Балық та кальций береді ме? Содан кальцийдің жұмысы, негізі кальцийдің жұмысы сүйекті қатайтып ұстап тұру екен ғой. Сүйекті қатайтып ұстап тұру екен. Сонда жаңағыдегі айранмен, сүт, жаңағы құртпен денеге кальций жинап отырады екенбіз үнемі. Ал бір отырғанда дейді, 1 литр кола ішетін болсаң дейді, жаңағыдай кісі айтып жатыр. Мен ана кісінің сөзін ғана айтып жатырмын, дәрігердің. Дәрігер болғанда әшейін бір ауылдың дәрігері емес, профессор ол кісі үлкен. Сонда айтты, 1 литр кола ішетін болсаң бір отырғанда деді, 1 ай айран ішіп, құрт жеп, жинаған кальцийіңді шайып жібереді деді. 1 айдағы деді, 1 ай бойы деді. Ал күніге айран ішіп жатқан адам бар ма? Күніге ауылдың таза құртын жеп жүрген адамдар бар ма? Ол құртты жеп те қатырып жатқан жоқпыз, айранды ішіп те қатырып жатқан жоқпыз ғой, шындап келгенде. Қазір соңғы кезде байқасаңыздар, кішкентай балдар да әшейін текпешектен құласа болды, порт-порт аяқ қол сынып кетіп жатыр. Мына үлкендер де құласа болды, порт-порт сынып кетіп жатыр. Неге десек, ана сүйектің бәрін ұстап тұратын не жоқ? Кальций жоқ. Содан Алланың қалауымен тоқтаттық ол нәрсені. Қалай ана кісі маған түсіндіріп айтты, мен тоқтаттым, одан кейін қайтып аяғым іскен де емес, олай ауырған да емес. Бірақ енді анда-санда ғана бір көп тамақ ішіп қойғанда ғана бір бокал ішуіміз мүмкін. Бірақ ана 1 литрді бірден емес, күніге емес та одан кейін ше оны. А бізде қалай ойлайсыздар? Күніге ішіп жатқандар бар ма жоқ па? Бар. Күніге ішіп жатқан адамдар бар. Біріншіден бауырды құртады екен. Екінші сүйектегі кальцийдің бәрін ыдырат лақтап тастайды екен. Ертең ол адамдар біраз уақыттардан кейін анау аяқ сүйектерінің арасында кальций кеткеннен кейін анау ұстамайды да бір-бірін жейді ертең анау неткеннен кейін. Сол үшін ағайындар оны бір анда-санда ғана болмаса күнделікті қолданатын нәрсе емес екен ғой. Соны бір соңғы кездерде бір ауыз айтып жүрмін, енді бір ауыз, енді әркім өзі біледі. Біздіңкі тек қана не біздікі? Ескерту. Ал Алла Тағала Құранда не дейді? Ескерту пайда береді дейді. Пайда береді.